үшін достар Айгүлді алып кеттім. Мамама ашып берген бір салон бар деп ем ғой, істеміз ме, соған келдік. Бірақ мына жігіт жетісіп келіп апты. Не істеп жүрсің сен? Тоже массаж. Жоқ, просто өмір қыстырылысып әйтеуір. В общем, міне қараңыз, мына жерде надпись тұр екен. Назат Байырбекова релакс студия дейді. Еще именно менің сестрам салон жанынан ашып апты. Жазира деп тұр. Келіп көрейік ал. Не маған массаж істейді ма? Айгүленок келді, қош келдің. Тәбілетіңдер біздің релакс осы студиямыз. Нашел же? Тайский массаж болады. Сосын ана жерде ине салынады. Иглотерапия. Мына бөлмеге кіріп, одноразовый киім киіп шығамыз, жатамыз. Айгүл, қош келдің. Бар. Киім. Қастан жақ. Мына жақ қарасын, жүр. Білесің ба? Түсіне болып қоясыз? Қанша жасыңда мынау? 19 шығар. Ана жерде ине салынады. Мына массажға келген кезде мына арнайы орындық массаж жасап отыратын. Төсек былай ашылады да, ана жерде су болады. Аяққа арналған шөбі бар, өзінің салынады. Қазір суды құямыз, Айгүленді отырғызайық бірінші. Айгүл, мына қараңыз. Одноразовый киім екен. Мұндай массажды алып пен бұрын алмап бердім. Именно мынандай алып көрмеппін. Осындай арнайы аяққа арналған тазикке жылы су құйылады. Даже ауырып жатсақ та негізінде аяқты жылы суға салып, тұз суға салып сөйтіп жатады ғой негізінде. Пайдалы екенін білемін әйтеуір. Бәрі мен массаж оқыды деп ойлайды да. Не үшін массажист болып кетті дейді да. Осының бәрін мен 7 жыл бұрын Қытайға барғанда ұнатып қалып, сол кезде идея туған ғой. Қазақстанға осыны жасауым керек деп. Бәрі ойлайды, аяқ астынан жасап жатыр деп. 7 жыл осыған дайындалып, төсектердің бәрін ақырын алып, солай оқып, өзім де білемін анда. Қараңдар. Қарым болып тұр, үзіп кетіп сау көп болып тұр ғой. Тыныштықта жасау керек. Енді Гүлжан келіп шулап, еркелеп отыр ғой мейлі. Негізінде бала шулаған болмау керек. Орақ сосын. Бөбелерің қалай? Жақсы. Көрдік видеосын. Әдемі балаларың бар екен. Оларды өсіру үшін мықты мама керек. Балалар мықты болу үшін анасы мықты болу керек. Дұрыс па? Дұрыс. Ол сөзі күштен. Анада туған күнің күні. Деп сөйлеген ғой, кеше дұрыс па деймін да, сен дұрыс дейсің да. Соны біреулер мамасы немене бәле, бір түрлі сұрақ қойды дейді да, мен қалай бар солай сөйлей салам. Мен қойылды. Дұрыс па? Бәрі дұрыс сөйлесің. Пока бәрі дұрыс болып жатыр. Ау. Не болып тұрсың да? Аның ортасын кесіп шақпен. Иә, вилкамен ұстап тұр да. Не шығады сонда ішіне? Сыр ғой. Соны астына помидормен жесін. Сыр емес бұл. Сыр емес ау. Ет қақты ма? Ет жейін деп тұрған еді. Ет жоқ екен бұл жерде. Итальянский кісі. Мамасына пицца жұмыс істеп жатыр. Етпен жеймін деді. Иә. Ал енді көрейік енді. Иә, мынау более түрі әдемі болып тұр енді. Осы дәмін көрсек. Именно еттің дәмі ғой. Бұл отбивная деген сияқты ғой. Ол қалай? Типа етті ұрып ұрған ғой, короче. Қысма? Жақсы болса ғой.